Жаңаөзен қаласы полиция басқармасы ішкі істер органдарының қатардағы және орта басшы құрам лауазымдарына қызметке шақырады. Ішкі істер органдарында қызмет өткерудің артықшылықтары, қызмет өтіліне және арнаулы атағына байланысты лауазымдық жалақының артуы мен тұрақты және уақытылы жоғарғы жалақы, қызметтік пәтермен қамтамасыз етілуі, қызметтік пәтерді қажет етпеген жағдайда пәтер ақы төленуі, сауықтыруға арналған жәрдемақы, мансаптық өсу, емдеу мекемелерінде тегін медициналық қызмет көрсету, жұмыс берушінің есебінен алғашқы оқыту және біліктілікті арттыру, арнаулы атағына байланысты 48 жастан бастап зейнетке шығу. Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Қазақстан Республикасының азаматы болу, жасы 35-тен аспаған, орта басшы құрам лауазымына білімі жоғары, құқықтану, педагогикалық, психологиялық, транспорттық, дене шынықтыру мамандығы бойынша білімі болу, қарулы күштер қатарында болу міндетті емес. Қатардағы құрам лауазымына білімі орта, 11 сынып немесе колледж дипломы, қарулы күштер қатарында немесе әскери даярлығынан өтуі міндетті. Қазақстан полицейлері жаңа қазақстандық формаға ауысты. Киім үлгісінің сыртқы элементтері де өзгерді. Біліктілік талаптарына сай келетіндер Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының кадр саясаты бөлімшесіне хабарласуына болады.